Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер, жаңа ғана өздеріңіз естідіңіздер, мына келісімшарт Қазақстанға не беретін туралы. Енді бұның бір ғана айта кететін мәселе, бұл экономикалық біздің қазіргі дәл осы жағдайдағы тауар айналымның көлемі. Ол соңғы мәліметке қарағанда 6 миллиард доллар. Екі елдің президенттері кездескен уақытта осы көлемді біз 10 миллиард долларға дейін жеткізейік деген бір осындай жоспар құрған болатын. Ол демек мүмкін деген сөз, біздің әлеуетімізде, мүмкіндіктерімізде оған жетеді деген сөз. Сонымен қатар мен сіздерді бір назар аударатын мәселе, жаңа ғана министр өте жақсы айтты. Мына Алматыда жіберілген жаңағы тіркеме, сонау Стамбулдың өзіне дәл сол қалпында жететін болса, онда шын мәнінде талай процедуралар оңтайласып, шұғылданып, лездетіп, осы процесстердің бәрін орындауға мүмкіндік пайда болады. Тағы бір айтатын мәселе, осы Транскаспий дәлізі өте стратегиялық маңызы бар. Оның бойындағы тұрған элементтерде, бекеттерде ертең қан жүгіре бастайды деген сөз. Бұйыртса тіршілік пайда болады, қозғалыс пайда болады. Міне осы тұрғыдан да өте жақсы қозғалыс болады деп ойлаймын. Сондықтан да мына заң жобасын біз комитеттің кеңейтілген отырысында қарастырдық. Жұмысшы топтары өтті. Барлық комитеттер оң бағасын берді. Сол үшін сіздерді де осы заң жобасын қолдауға сіздер шақырамын және оны ары қарай Сенатқа жіберуді ұсынамын.